Миксерді таразыны қажет етпейтін оңай ингредиенттерден 30 минутта шоколадный торт дайындап үйренеміз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін үстіне қант саламыз, жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Достар, егер де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркеліп, осы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа видеолар шығып тұрады. Одан кейін кефир, яғни айран, үйдің дүкенінде айран жарай береді. Содан кейін үстіне сода салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ситаның үстіне ұн, разрыхлитель және какаоны салып, барлығын жақсылап еліктен өткіземіз. Барлығын бір толық масса болғанға дейін араластырып, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге осылай форманың астына пергаментімізді салып, соның үстіне құйып, тегістеп пешімізге саламыз. Бисквитіміз шамамен 25-30 минутта піседі, сіздердің духовкаларыңызға байланысты. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін вареная сгущенка және қаймақты осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Дайын болған бисквитімізді зубочистканың көмегімен тексеріп піскенін, одан кейін толық суытып 3-4 бөлікке бөлеміз. Осындай нан кесетін үлкен ұзын пышақтың көмегімен жақсы кесіледі. Мен 4 бөлікке бөлдім. Ең үстіңгі кішкентай бөлігін үстіне үгітуге алып қалдым. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды салып, үстіне крем жағып, осылай барлығын қайталап шығамыз.
Барлық кремді жағып болғаннан кейін бағана қалып қалған коржымыздан крошка дайындап, барлығын үстіне сеуіп шығамыз. Міне біздің оңай шоколадный тортымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.